Бізге қазір қоғамда, әсіресе осы мұсылман қоғамда, мешіт жамағатының ішіндегі бауырларға жетіспей тұрған осы нәрсе. Алла үшін бір-бірін жақсы көріп, Алла үшін шынайы сұхбаттасып, Алла үшін шынайы зиярат етіп, Алла үшін шынайы бір-біріне жәрдемдесу деген нәрсе біздің арамызда жойылып бара жатыр. Біз бір-бірімізге Алла үшін жәрдем бере алмай қалғанбыз қазір. Есептеп отырамыз. Бір бауырымызға жәрдемдесетін болсақ, ертең оның қарымы бола ма деген секілді осындай пікірде тұрамыз ертең. Ол да маған келіп жәрдем бере ме екен, бермей ме екен, өкінішке орай. Не болмаса, ол бір саудагер болса, ертең оның маған пайдасы тиіп қала ма деген мақсатта барып жәрдем береміз. Ол андай сатады, мұндай сатады деген секілді. Бұл араласуда, бұндай ниетте ешқандай хайыр жоқ. Кімде-кім осылай өз бауырымен осындай қарым-қатынас құратын болса, ол осы жерден тоқтатсын қарым-қатынасын. Оның ондай қарым-қатынасында ешқандай пайда хайыр жоқ. Ол Алла үшін араласу қажет. Алла үшін оған жәрдем беру қажет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадистерінің бірінде не дейді? Мән кәна фи хаджати ахихи кәна Аллаху фи хаджатихи дейді. Кімде-кім өзінің бір бауырының қажетін өтейтін болса, Алла тағала оның қажетін өтеп қояды дейді. Қашан? Егер де ол Алла үшін орындалатын болса. Болды. Сіз жақсылықты күтпеңіз одан. Жақсылық жасаңыз. Жақсылық жасаған жақсылығыңызды болды. Сол жерде қашан жақсылығыңыз бітеді, ұмытыңыз болды. Бейне бір жақсылық жасамағандай жүріңіз. Қашан сіз оны ұмытпасаңыз, бір күн айтасыз оны. Мен пәленшеге мынандай істеп едім, мынандай қылып едім. Кейін алдына барған кезімде ол маған менен теріс бұрылды. Маған бір нәрсе сұрап барып бермей қойды. Мен оған осындай уақытта мынандай бір жақсылық жасап едім деп ертең айтасыз ол нәрсені. Қашан соны айтқан кезде, айтқан мезет сіздің сол жақсылығыңыз не істейді? Жойылады. Сол үшін біреуге жақсылық жасадыңыз ба, біріншіден шынайы Алла үшін жасаңыз, екіншіден болды, оны ұмытыңыз. Оның қарымын одан ешқашан күтпеңіз. Сол кезде ғана бұның қарымы, қайтарымы қияметте алдыңыздан шығады. Қашан одан қарымын бұл дүниеде күтетін болсаңыз, оған қол жеткізесіз, аласыз оны. Қол жеткізесіз. Бірақ сізге қияметте еш нәрсе қалмайды. Қияметте еш нәрсе қалмайды.